Ал, саламатсыз ба? Қалайсыздар, қош келдіңіздер. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жақсы, керемет, тамаша. Құр қол келмей дейді қонаққа, мынау сіздерге. Ой, рахмет. Көп рахмет. Сізді көрмегелі біраз болды. Барлығы жақсы ма? Жақсы, Аллаға шүкір, керемет. Сіздің шаңырағыңызды бірден таптық. Өйткені осыдан 1-2 жыл бұрын мен келген болатынмын. Тіпті құрылыс басталған кезде де келдім. Қалай қазір? Шүкір, жақсы. Үйреніп қалдық. Жайлап осында тұрып жатырмыз енді. Жерге үйреніп қалдық, енді этажге барғымыз келмейді. Жер ыңғайлы екен негізі. Жұлдызды көршілеріңіз тағы бар. Жұлдызды көршім жетеді, барлығы осында. Кімдер мысалы? Енді Абай Бегей бар, сосын кім бар? Ұшқын Жамалбек бауырымыз бар. Ерлан мен Баян, Ерлан Орынбасар пен Баян Нұрмышева осы үй салып жатыр қасымыздан деген сияқты көп. Есіме түскендер осы. Жахан бауырымыздың үйі тоже осында болған, бірақ ол кісілер сатып жіберді. Жер үйге ұнап қалды, тағы да бір жер үй салғымыз келеді, Алла қаласа. Енді вообще ыңғайлы қылғымыз келеді. Әзірге енді жақсы, шүкір осы. Осы жерді не себепті таңдадыңыз? Жалпы қанша уақыт ішінде тұрғызып үлгердіңіз? Мен 6 айдың ішінде үйге кірдім ғой. Сыртын ішін бітіріп үйге кірдім 6 айдың ішінде. Шүкір. Енді көп адамдар осы сіздің бағдарламаңыз арқылы көріп білді, негізінде білмейтін адам көп еді, звондап үй салып жатсың ба деп. Сізден көрген ғой. Сіздің үйге Анна келіп кетіпті ғой дейді маған. Біз қашан келеміз дей ма? Анна келіп кетті, деп отырмын. Бұл жер қалай бұйырды дегенім ғой, өзіңіз қарап жүрдіңіз ба? Енді мен қаланың іші болып есептелгенмен енді қаланың өзінің ортасына жақын жер іздейсің ғой, сонымен ыңғайлы жері осы болды, ең ұнаған. Әйтпесе бүкіл Алматының барлығын қарап шықтым. Сөйтсем, көбіне осы жер ыңғайлы болды, барлығы әріптестерім бәрі осы жаққа орналасты, бірақ мен білген жоқпын ол кісілердің осында екенін. Менен кейін келгендер де бар, енді әріптестерім жайлы айтып жатырмын. Маған дейін келгендер де бар екен. Өзіңіз жоспарлап, жоқ әлде арнайы кісілердің мамандардың көмегіне жүгіндіңіз ба? Бір қабат екен? Мен өзім қиялымдағы бейткім келеді деген сияқты ойыммен салдым. Енді қиял адам күннен күнге өсе береді ғой, ендігі жоспарлар вообще басқа, бірақ әзірге шүкір. Әңгімемізді үйдің ішінде жалғастырасыз? Иә, әрине, кіріңіз әрине. Ал бісміллә деп үйдің ішіне кірдік. Иә, қош келдіңіздер тағы да. Көп рахмет. Енді кішігірім таныстырып өтіңіз. Бір қабаттан тұрады екен. Қанша квадрат, қанша бөлме бар үйдің? Бір қабатты үй 185 квадрат метр, 6 бөлме бәрін есептегенде, кухняны қосқанда. Сол, кеттік көрейік енді ары қарай. Мына жақта кухняңызды, ас үйіңізді кішігірім студия қылып жасаған екенсіз. О баста сызбасында солай жоспарланған ба? Иә, мынау өзі үлкендігі 14-70 қой, негізі 14-70-те 14-70 төрт-төрпіште үй. Мына 14 метрімді көріп отырайыншы деген ниет қой, бірінші ана неде отырып, диванда отырып. Келіншегіме мына кухняға қарап отырайыншы деген. Тамақ қашан дайын болады деп дейсіз ғой. Иә, тамақ қашан дайын болады, не болып жатыр деп. Көзіммен көріп отырайын деп. Алдында сол біз құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде, үйді тұрғызып жатқан кезде сіз айтқан болатынсыз, біздің өңірде үйлер осылай салынады деп, иә? Иә, бізде холл болу керек, міндетті түрде. Холл үлкен болу керек. Сол себепті акценттің ең үлкен жеріміз осы холл ғой біздің. Қалған жерлеріміз, содан кейін зал, одан кейін балалардың бөлмесі, өзіміздің спальный, гардеробымызды да әдейі үлкен қылдық, себебі киім көп қой бізде. Осы орайда біздің көрермендер ойланып қалуы мүмкін, қай жақтың тумасы екен деп сізді? Мен Ақтаудың тумасымын. Маңғыстау облысы Ақтаудың тумасы. Ақтаудың ар жағында Ерал деген жер бар. Ақтаудан 65 километр жер. Сол жерде туылып өстім. Қазіргі аты Құрық. Ұлықпан Жолдасов ағамыз да сол жердің тумасы. Сондай. Сол жердің тумасымын. Қазір қара шаңырақта біреу бар ма? Қазір Ақтауда ата-анам, кенже інім бар, бір інім, бір қарындасым бар. Інім қасында ғой әке-шешемнің. Мен енді 18 жасымда арман қойып кеттім Алматыға, содан қалдым. Мен қазір енді өшірге үйреніп қалдым. Ақтау әрине туған жер ыстық, бірақ барсам кішкене үйреніп қалғанбыз ғой үлкен жерге. Иә. Ажиотаж, суетаға үйреніп қалдық Алматыға шыны керек. Алматыға келгеніңізге қанша жыл болды сонда? 2006-та келдім. Сосын Алматыға келдіңіз, туған туысыңыз болды ма осы жерде? Жоқ әлде жатақханада тұрдыңыз ба, пәтер жалдап тұрдыңыз ба? Мен Алматыға келгенде ешкім болған жоқ. Общагаға барып орналастым.
Чайковский атындағы колледжге түскен болатынмын. Сол жердің жатақханасында жаттым ғой. Алматыдағы мынау сіздің бірінші шаңырағыңыз ба, өзіңіздің жекеменшік? Жоқ, бұған дейін мен Примера деген бар Қалқаманда, ЖК Примера. Сол жерде алғашқы 108 квадрат метр үйім болды, 108 квадрат этажы үлкен ғой, білесіз. Иә. Мен оны қай жылын білмеймін, алған кезде 24 жасымда алдым алғаш үйді. Көлікпен бірге алдым, ең бірінші көлікті үйлі болғаным 24 жасымда. Сол жерде тұрдық, сол үйді саттық, сонымен мына үйді салдық. Қандай сомамен бастадыңыздар? Мен бастаған кезде 17 миллионмен бастадым примерно. Оның 7 миллион жерге кетті, 6 миллион 800-ге алдым жерді. Сонымен кетті. Енді ол ақшам деген мына черновойды фундаментін қойып, крышаны әлі жабылған жоқ. Тек қана кірпішпен көтерген кезде бітті ғой ақшам. Сосын не істедіңіз? Сосын бірдеңе қылдық қой, ұзақ әңгіме айтып бүйтіп. Карантинде жатырмыз, карантиннің кезінде салдым ғой, құрылысшы жоқ. Қандай сума сұраса да келсе бересің. Сөйтіп жүрген кезде бір күн үйде жатсам бағана осы мен жүрмін, қалай бітетін строительдерді білмейді, ақша жоқ екен, сонымен естейін деп қиналып жүрмін ғой, енді айтайын бейді. Иә. Анадан сұраймын. Ойлаған адамдардың да болмай қалады, ойламаған адамдардың көмектеседі, өз өмір сондай ғой жағдай. Сөйтіп жүретін бір ағамыз звондады, той бар еді деп. Карантинде өз той жоқ кез бір той жасап жатыр екен, сонымен жарайды, барып берейін деп бір жігіт келді, жігітпен келді, соны кіріп отырсам, немен айналысасың десем, біздер натяжной потолок тартамыз, строитель жағынан бір нәрсе дейді, деп, қасында бір бала отыр, ол сантехникпін дейді, бәрі. Сонымен бара жатырмын, жаңа ағамды қатты сыйлайды екен, үлкен кісі, бір жақсы лауазымды кісі. Сонымен барсам, короче, ана жерде кілең строитель, мен мынандай, мен есік салам, мен бүйтем, сөйтем, сонымен ән айтып болдым да, жаңа ағама звондадым. Мен қайда түсіп кеттім, кілең строительдердің той ма десем, әнілерім сондай. Мен үй салып жатыр едім, маған көмек керек еді. Айтсайшы, қандай көмек дейді. Өшін көмек болғанда маған біраз көмек керек дедім. Штукатурдан бастап крыша жабу керек, өшін сол жерден тоқтадым деп едім. Болды, без проблем. Осындай күні деп 2-3 күннен кейін барады, балдар сағат 10-да деп. Сонымен есіктің неге кіріп қалсам, қарасам 15 бала жүрді. Кілең мастерлер, жұмысшы жоқ заман ғой, ана кезде деген біз таба алмадық, зорға бір адам таптық. Сөйтсек 15 адам нелерді қорып тастаған штукатурдың өзіне миллион кетеді деді, жұмысына одан бөлек жаңа заттары бар. Өшін барлығын біраз көмек кетті сол ағам. Тағы не керек, кейін сонда ұялып кеттік, не керек екенін айтуға ойбай. Сөйтіп Асылбек деген ағамыз, есімін айтып қояйыншы, Асылбек. Біраз көмегі тиді. Асеке, Асылбек, брат, көп рахмет. Тағы үй салайын деп жатырмын десеңші. Тағы үй саламыз бұйыртса, брат. Тойыңыз болса хабарласыңыз деп, Былай қарай жүрейік. Кірген кезде кішкене кеңдік болсын, ойыт болсын деп көбіне осы жерде жер столда мен шай ішемін. Шай ішкен жақсы көремін. Зал енді көбіне қонақтар келген кезде андай не істеліп жатады ғой. Мынау өзіміздің залымыз ғой, былай айтқан кезде. Анау қонақтың залы, мынау қол өзіміздің зал. Көп барлығымыз осы жерде топырлап жиналып қаламыз үйшімізбен. Сондай. Ішкі дизайнына қаншалықты көңіл бөлдіңіз? Мына жерде споттар бар, галтель, түс қағаз. Ішкі дизайн деген мың ауысты шыны керек. Андай бір бояттық басында. Сонымен боя ұнамай қалып, сіз енді 2 жыл бұрын келдіңіз ғой, түрлі қызықтар болды. Енді өзіміз үйшімізбен жүріп таңдадық, обойды таңдадық, галтельді таңдадық. Сосын үсті гипсокардоннан болсақ дедік, ана жер натяжной болса екен деген сияқты секілді өйстіп осындай дүние ең соңында шықты. Шүкір болады. Бірақ енді үй салсақ, біліп алдық. Адам бір үй салғаннан кейін тоқтай алмайды, екінші міндетті түрде салады деп айтқан ағаларым болды негізінде. Рас екен. Бірақ біреулер дизайнердің, кәсіби мамандардың көмегіне жүгініп, біраз қаражат төлеп жатады да, түстің үйлесімділігі, басқасы деген сияқты. Сіздер өз күштеріңізбен салдыңыз? Мен жалпы өзім жаратылысымнан бар ғой, өзімнің қалағанымды істеген жақсы көремін әуелден да. Өнер жолында да солай. Бұрын продюсермен жасаған кезде де ән таңдауға арылсам дегенде жоқ. Мен өзім таңдау керек деген секілді. Өзімнің не істегенімді жасатқым келеді, сол себепті дизайнға жүгіну. Қазір барлығы бар ғой, таңдау YouTube-ты ашсаңыз, Google-ды ашсаңыз, барлығы тұр негізінде. Бірақ енді біз білмейтін тұстар көп шығар. Дизайнмен жасасаң бәлкім дейтін шығармыз. Бірақ бәрібір енді өзімнің ыңғайыма, өзімнің көңілімнен шығу керек, өзімнің комфортыма әдемі болу керек. Көп өзгеріске ұшырайтын әншілердің бірісіз, оған не себеп? Көңіл күйіңіз тез ауыса ма?
Кеше бір тойда ән айтып жатсам, бір тамада кісі айтады, біздің эстрадамызда қартаймайтын екі адам бар, біреу Дастан Оразбек, біреу Төгаташ. Рас. Сол күліп едім мен. Стиль неге өзгереді? Неге жиі ауыстырасыз? Енді ізденіс шығар деп айтайыншы, ізденіс. Топ тоқтағаннан кейін ізденісте келе жатырмыз ғой. Бір ерекше бірдеңе жасағым келеді, өзімді тапқым келеді әлі де. Күннен күнге күшті бола берсем деген ниет қой сол. Сол үшін шығар. Сосын әуелде студент кезден бүкіл өзіміздің группалас бүкіл нелердің барлығы қызығатын мен кейін қыздарда, жігіттерде. Енді ол кезде арықпыз, әдеміміз, кішкене салмақ бар, возраст бар деген сияқты. Возраст болғанда 23-темін ғой. Сол әуелден сондай көзқарасым. Енді бір адамдарда талған болады, біреуінде талған болмайды деген сияқты ғой. Ол табиғатынан бар нәрсе. Бұл жерде мақтаған да, жақтаған да нәрсе емес. Өзіңізге сай келетін дүниелерді жақсы таңдайсыз. Оның сөздің шыны керек. Бейнебаянда да, сахнада да. Бірақ жаңағы арасында байқап қалам, сізді көп кездестірмеймін ғой. Енді той-томалақ, бір сондай концерт болмаса, соңғы кезде бір шашыңызда өзгеріс пайда болып жүрген сияқты. Онда біреуден көріп алдыңыз ба? Шашымды өсірдім ғой мен. Өсірдім, артқа қайырдым, сосын не тақтым. Андай мужской ободок тағардың алдында ойландым да, интернетті ақтардым. Балдарға бола ма екен, бұл мен көргенім бар, есімде қалған. Бұрын БДБХМ таққан деген. Шетелдіктер, иә. Сөйтсем Криштиану Роналду, очень барлығы тағады екен ғой, аңыз легендалардың мировой. Сосын не болса да бейлі бойын дедім да, негізгі план просто немен артқа қайырып қою деп ойлағам. Сонымен тағып едім, біраз сындар кетті енді. Дайын болған шығарсыз ол сындарға? Дайын болдым, бірақ енді бір ауырлығы сындар кетті. Анаяққа барсам да ана ауылдық жерге тойға барсам қиын ғой. Андай қыздар қасында суретке сататты қарап. Мә, мынау ободок тағып алған ба? Бірдеңе ма деп қасында отырып әңгіме қылған кезде өтірік байқамай тұра бересің деген сияқты. Маған ыңғайсыз болды кішкене. Бірақ енді оған да үйренгенмін. Содан кейін біраздан өсіріп кетті, байқадым. Жаңа кім ЖК Вайн бастады, сосын кім? Біраз адамдарды көрдім. Одан кейінгі әңгімелер. Сіз қоя салдыңыз, жалғастырған жоқсыз? Жоқ. Одан химия жасаттым ғой шашыма. Химияның мен не екенін білген жоқпын. Парикмахер айтты, шашың толқын болып тұрады деп. Мен өзгеріс жақсы көремін ғой. Толқын болып тұрса, примерно өзімнің бір қиялымда бір шашты елестеттім, давай деп едім. Сөйтсем ол ондай толқын емес екен ғой, шашым бүйтіп ағып шықты. Как раз сол күні үйге бажам келген. Бажам екенше. Үйге келіп, менің түрімді көріп шошып кетті. Үйдегі кісілер кәдімгі ұнатпай ана шашымды қарап, мен өзім де ұнатпай, сонымен ақыры 6 ай ма күттім ғой, қайтып өз шашым өскен. Шашыңызды жасаған маман айтқан жоқ па? Гель, лак, бірдеңе қолдану керек. Көмектеспейді екен, маған көмектеспейді. Бүйтіп тартып, немен бүйтіп ұстап қойдым. Тартып қойсам, артым бүйтіп тұрады да, короче, да. Сонымен жаңа күнде упрямлять етіп, бүйтіп өшім азап қиын болды, не керек, қателік болды ол. Одан кейін сөйтпейтін болдыңыз ба еш нәрсе? Одан кейін химияға жоламайды, не екенін білмей қалдым да мен, просто айтпесе оған бармайтын. Одан кейін тағы да жоспарыңызда бар ма? Одан кейін өсіріп жатырмын, көрем бұйыртса. Өсірет шығарым, артқа қайрат шығарым, қайтадан баяғыдай. Ұнады сол, шаш үлгі. Сіз біресе бір жақсы формаға келесіз, қатты арықтап кетесіз, кейде өзіңізге еркіндік беріп қоясыз. Енді сахнаның адам болғандан кейін бәріміз елдің алдында жүрміз, камераның алдында жүрміз деген сияқты. Өзіңізді қандай да бір ретте шектейсіз ба? Енді формада ұстауға тырысамыз, негізі шыны керек. Менің өзімнің проблемам ол жаңағы қалай айтады, тұқымнан беріледі ғой, толықтық бар бізде. Сол себепті арықтауға тырысамын, енді толуым тез, арықтауым да тез негізінде. Арықтау оңайлықпен келмейді, толықсу оңай ғой, бізге білесіз ғой. Бізге сізді қосылып кетейін. Сондай ғой, в общем. Сол күшпен, немен, еңбекпен арықтаймыз. Өйткені кей кісілері жаңағыдай тез салмақ тастап жатса, бүкіл гардеробын жаңартуға тура келеді да. Сізде ондай жағдайлар бола ма? Болады. Менің гардеробымда түрлі размерлері бар қазір, дайындалып. Қазір көретін боламыз. Толық кезде киген киімдерім бар. Мен 106 килограммға дейін бардым, қазір 90 килограмм. 100 кезде кигенім бар. Тіпті 70 килограмм кезде кигендер тұр ана жерде. Сол 70-ке түскім келеді да. Ана киімдерге обал болды. Киілмей қалғандар да бар ішінде вообще. Мынау гардеробым менің. Енді өзімізге ыңғайлы қылып жасадық. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл жерде енді бәр біздің үйдегі адамдардың киімі араласып кеткен екен. Мынау енді келіншегімдікі де ойлап қалмаңыздар, менікі десең. Мынау не толық кезімде кидім, мына айттым ғой, салмақ үлкен болған кезде кидім деп. Сол кезде киген костюмдер. Бұның бір жақсы салмақ талғамай 150-160 болсаң да сия береді да, короче, шапан секілді, бірақ енді кішкене былай айтайын. Сол осындай дүниелер. Сосын мен жалпы өзімнің, мен көп киетінім бар ғой, мынаны шығарайын шығармалай. Мен мынандай материалды ұнатамын да. Жұқа, жеңіл,
Короче, осыны көп киемін. Мойныма немді тағып аламын, тағатын дүниелерім бар. Қолыма неме. Осындай нені ұнатам, жақсы көремін, бұл созылып. Салмақ талғамайтын дүниелерге үйреніп қалғам ғой, короче. Костюмдер осындай дүниелер бар. Мен айта алмаймын, мынандай бренд или мынандай киім, мынандай стиль деп та. Мен қарап жүрем. Сосын өзім кимеяқ сразу сезем, қарап, но маған кигенде қандай болып тұратын. Себебі салмағым жақсы білем, қандай киім қалай тұратын жақсы білем. Сосын уже қарап, бірден қарап сразу не істеймін, аламын да алған кезде. Қалай кетті, мен кәдімгі бәрін киіп көрсетіп жатқан. Мынандай дүниелер жақсы көремін, мысалы, болысы ыңғайлылау тұратын. Қоңыр костюм бар, қазір соңғы уақытта көп киіп жүрмін, двойка тоже. Мынандай дүниелер. Вообще киген кезде маған свободный тұру керек қой, мен қыспау керек қой костюм. Мен андай кәдімгі стандартный костюм шалбар киіп алып шығатындарды көп не істемеймін, өзім істемес едім, өйтіп шындай айтамын. Қозғала алмайсың, елдер тағы маған кішкене костюм более резиновый болу керек, кішкене ыңғайлы. Даже мына костюм маған кішкентай болып қалған күнде де маған резина арқылы созылып тұратындай материалды түсіну үшін айтып жатырмын да. Обязательно мойныма, қолыма заттар тағып алған жақсы көремін. Сақиналарды таққан жақсы көремін. Полный бос жер болмау керек қой. Көзілдірік. Көзілдірік, майбах, оригинал. Енді осы бөлмеңіз маған ерекше қатты ұнап тұр. Мына жақта ашық түстерді таңдаған екенсіз, бірақ мына дизайнда ерекше. Бұл да түс қағаз ба, жоқ әлде? Абой ғой бұл барлығы. Ортасындағысы да? Ортасындағысы да өзінің осындай абойлары бар екен. Бір үйден көріп қалдым, содан жасағанымыз. Қонақ келгенде осы жерде кетеміз, әріптестерім келеді, достарым келеді, сол кезде мен специально стол алған жоқпын, жерді жақсы көремін негізі да. Жерді дастархан ұзыннан жайып жібереміз де жатамыз осы жерде. Есік жабылып аламыз, таңға дейін әңгіме айтып деген сияқты. Осы ыңғайлы осы көмек өзімізге. Өзіңіздің жарыңыз осы дизайнға атсалысты ма? Иә, енді барлығын екеуміз ақылдастық қой, екеуміз ақылдасқан кезде соңғы сөз менен дегенмен бәрібір сол кісі. Енді әдемілікті жақсы көретін әйел азаматтар ғой көбінесе. Сондай жақсы көреді өзі, таңдағанды, бір нәрсе алып атқанды, істеп атқанды. Сол кісінің таңдаған дизайндары, мына шторларымыз, абойларымыз спокойно болсын деген сияқты. Жоқ, бәрі әдемі, өте үйлесімді болып тұр екен. Жаңа өзіңіздің бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, 17 миллион теңгеден бастадым дедіңіз ғой, иә? Жалпы енді құрылыс аяқталғаннан кейін жиһазды алдыңыздар, жаңа перделерді алдыңыздар деген сияқты өзіңіз белгілі бір есеп жүргізіп, осы үйге осынша қаражат кетті деп айта аласыз ба? Мен бар ғой, жұрттар сияқты пысық емес екенмін да, пысық болайыншы деп бастағанмын негізі. Ана дәптер арнадық. Иә. Дәптер ортасына келгенде сонымен жазылмай қалып қойды ғой, короче, дәптер соңына дейін жеткізе алмадық ол дәптерді. Білмеймін қанша кеткен, бірақ біраз кетті. Көп кетті. Жаңа ағаларымыз көмектесті деп жатырмын ғой. Ол көмектескенмен одан да бөлек тағы ағаларымыз да көмектескен да, енді сол кезде мә салып жатыр екенсіз. Бірақ ол ақша жеткіліксіз ғой. Қарайған ақша кетті. Құдай жеткізді былай айтқан кезде. Той көбейіп кетеді аяқ астынан. Бір нелер шығып қалады. Енді нақты сомасын білмеймін, шынымды айтсам. Примерно қанша кетті екен? Жоқ, енді осынша бір қаражат. 35 пен 40-тың ортасында кеткен шығар. 35 пен 40-тың барлығына, примерно, ориентировочно. Өйткені осы бағдарламаны көріп отырған көрерменнің, мысалы, көңілінен шығуы мүмкін да, сіздің салған үйіңіз. Сосын ойлап қалуы мүмкін, мен де осылай салсам қанша қаражат керек деген сияқты. Сондықтан сұрап жатқаным ғой. Қазір енді 3 есе қымбатсып кетті дейді материалдар, білмеймін. Кеткен сома сондай, примерно. Енді қазір Алла қаласа тағы да үй салғым келеді деп айтып жатсыз ғой, бұйырса. Оны қандай жоспарда салыңыз келеді? 2 қабат кеңейткіңіз келе ма? Не өзгертесіз? Мен ол жерде қазір ол жер уже черновой салынып қойған үй ғой, олай. Жилой комплекс, қай жерін айтпай қойын, жилой комплекстің білесіздер, қоршалып тұрады, қаланың үйімен ешқандай айырмашылығы жоқ. Мына жер үйде кететін болсаң, адам істеп кетесің деген сияқты. Ол жерде кәдімгі қаланың үйі сияқты кете бересің, қаланың ішінде. Подвалы бар, 300 квадрат метр, подвал 100, бірінші этаж 100, екінші этаж 100, 300 квадрат метр ғой вообще. Жерен сәл кішкентайлы, 6 соттық жер. Іші планировкасы дайын ба, жоқ ешқандай дайын емес, өзіміз жасаймыз, ары қарай тек қана салынып қойған болды. Крышасы жабылған, черновой тұр. Мынау біздің детскийіміз, Анна ханым. Иә, өте әдемі екен. Балалардың комнатасы. Қазір шүкір барымыз, бала-шағам, енді санын айтпай қойайын. Себебі
тіл көз деген бар, басқа деген бар, сосын ашып айта беруді қазір тоқтаттым, бұрын көп айтатынмын. Алдында осыдан бірнеше жыл бұрын келген кезде біз танысқан болатынбыз, одан кейін көрсетпеуге, жаңағы эфирге шығармауға бет бұрған екенсіз. Өзіңіздің қалауыңыз болды ма солай? Ол жарым екеуміздің бірдей шешіміз болды. Айтпай қояйық деген, оған бір өзінің себептері бар. Не себеп екенін де айтпай қояйын, ол да жасырын болып қала берсін. Сөйтіп шештік, содан кейін қазір көп не істемейміз, жариялап, оны әңгіме қылып деген сияқты. Жеке болып қалған жақсы сияқты. Біз өнер адам болғаннан кейін өнерімізді халық көрсе, өнеріміз жағынан білсе деген ниет қой. Өзіңіз секілді өнерге жақын ұлыңыз, қызыңыз бар ма? Барлығы, ұмдайды, әнді жақсы көреді, айтады, ән негізі. Мен енді өзім білмеймін, әнші болған қаламайтын шығар. Мен ұлдарым спортсмен болған қалаймын, қыздарымның медик болғанын қалаймын деген сияқты. Егер де жан қалауы солай болса ше? Енді өздері таңдайды ғой, дегенмен бірақ енді менің қалауым сұлу болып тұр, енді өздері таңдайды бәрібір. Енді әр өсе келе мың өзгереді ғой олар. Просто өзінікін тапса екен деп ойлаймын да, шынымен екеуміз соған келсе, өзі соны жақсы көрсе. Адам бірінші орында жұмысын жақсы көру керек. Екінші орында енді екем болу керек деп ойлаймын. Өзіңіз жалпы мінезіңіз, болмысыңыз қандай әкесіз? Тұңғышыңыз дүниеге келген кезде көп кісілерден сұрап жатамыз. Сезіндіңіз ба сол әкелік сезімді деген кезде? Жоқ, тек екіншісі, үшіншісі дүниеге келген кезде сезіне бастады деп айтады да. Сізде қалай болды? Бәріміз бір возрастпен келеді ғой негізі. Мен жас үйлендім, үйленген кезім 21 жаста болдым. Өзі қыз едім, гүл едім дейді ғой, жаңа айтады. Жап-жас болдық. Үйлендік, мысалы, мен 7 айлық кезінде, әлі көтеріп жүрген кезінде гастрольға кетіп қалам. Соң гастрольден келгенде уже 2 айлық бала үйде, 5-6 ай қалада болмай, 2 балам подряд сөйтіп туылды, ол айтқан кезде. Қалада 2 қабат болды, кетіп қалам, үйге келсем 2 айлық бала жүреді, басқа бөтен бір адам жүреді деген сияқты. Деп қарайсың, мен балам ба, сен ба, деп. Сөйтіп, 2 балам сөйтіп болсын, былай айтқан кезде, мен қасында болған жоқпын. Сөйтіп, ол кезде жаспыз, жүреміз, үйде көп болмаймыз вообще, үйге көңіл бөлу деген не жоқ, жастық леппен жүре бердік. Әлі де сол жүріс қой енді, примерно, бірақ енді қазір енді білесің да, сезім оянады, уже өсе келе жақсы көресің, адам өскен сайын шәлі қорқақта бола береді дейді ғой, балалар мамам болса ауырып қалмасын, бүйтіп қалмасын деп қорқыныш болады ғой енді. Бүйтейін деп жатсаң, ойланасың, ертең жаныма тиіп кетпесін, Құдай айналдырып әкеледі дейтін бар еді бір деп деген сияқты. Сөйтіп, сол процестің барлығы сезімді оятады екен. Жаңағы болашағыңа деген аманат, жауапкершілікпен толық түсініп бастайсың. Жаңағы кісілердің айтқанда қосыламын, сіз айтып отқан. Сіздің жарыңыз ренжіген жоқ па сол кезде? Енді іс сапармен жұмыста жүресіз ғой, десе де кез келген әйел адамы мені перзентханадан шығарып алса екен, алғаш рет жаңағы баласын қолына ұстаса екен, бір сезіммен бөлсе екен дегендей қалып. Енді менің жарым, жаман еркек әйел мақтайды дей ма? Жарым енді Аллаға шүкір. Қатты айтпай, не істемей қойын, қатты мақтамай қойын, бірақ сәл мақтайды. Төзді ғой соның барлығына. Барлығынан өтті. Үйленген кезде 2 жылдай Ақтауда жатты. Мен Алматыдамын. Жап-жаңа тұрмысқа шыққан қыз басқа жерде жатыр, қасында жолдас жоқ деген сияқты қаншама жаңағыдай жағдайлар барлығына төзіп келді ғой. Көп нәрсе, енді көп адам төзбей қалатындай нәрселердің бәріне төзіп келді. Соның жемісі шығар, енді қазір көзқарасымыз, ауызбіршілігіміз, бір-бірімізді ымынан түсінеміз, қолдаймыз, қандай жағдай болмасын. Енді Аллаға шүкір деймін саңыз. Жақсы. Келіншегіңізді жасыратындайыңыз бар да, негізі біз таныспыз, алдында да келген кезде көрген болатынбыз. Енді дұрыс айтады ғой, негізі бала-шағаны санын айтуға болмайды деп, бірақ Аллаға шүкір, қанша ұл қызды дүниеге алып келсе де, сол күйі, сол қалпы, әп-әдемі, тамаша, өзіңізге деген сыйластығын да байқаған болатынмын. Ол кісі жалпы өзі қай жақтың тумасы, бітірген мамандығы қандай? Ол Жезқазған қаласының тумасы, экономист. Жезқазғанның ар жағында Ұлытау деген жер бар. Ұлытаудың ар жағында Егінді деген, урожайный деп айтады. Қазақшасы Егінді. Сол жердің тумасы. Сол біз Жезқазғанда кездестік. Жезқазған қаласында. Мен бұрын Медет деген жігітпен Арай деген туып. Сол Медеттің туған нағашы қарындасы негізі. Сол кісінің әжесінің үйінде шай ішіп отқан кезде кездестік. Біздікі қызық, енді былай айтқанда
15 минут сөйлестік. Ол оқуға кету керек болды, оқуға кетіп болды, 15 минут сөйлестік, сол жерде ұсыныс тастадым. Бірден Көрген кезде, ол кезде енді өзімізге қатты сеніп қалған адам едік. Бірақ сенім ақталып деді, сонымен алып қашам, онда осындай күн дедім, жарайды деді. Оқуға кетті, мен Алматыға келдім де, сразу барып алып қашып келдім ғой. Бұл айтқанда қатты танымайтын адам ғой. Бір 15 минуттай сөйлестік қой. Ол 15 минуттың ішінде не түсіндіңіз? Сөйлесіп те үлгерген жоқсыз ба? Сұлулығына ғашық болдыңыз ба? Мен жар іздегенде мен кәдімгі өзім жан достарымның қасында отырып айтатын әңгіменің бәрін жіберіп жатырмын ғой. Мен жар іздеген кезде көзқарасым әке шешем разы болса деген ниетпен іздедім да, әкемді әке десе, шешем шеше десе, сезімге қатты бой берген жоқпын негізінде. Мен жалпы біреуге қатты жақсы көрдім, қатты ғашық болдым деп айта алмаймын. Білемін да, жақсы көру не деген нәрсе, ол уақытша нәрсе екенін. Өтіп кетеді жас кезінде. Әкемді әке деп, шешемді шеше деп, сол кісілердің көңіліне шықса деген ниетпен алдым ғой негізі келіншегімді. Сөйтіп, Аллаға шүкір, уақыт өте жақсы көру де бар. Қандай қасиет болу керек адамда, келіншегіне сол қасиеттің барлығы бар дейінші, Аллаға шүкір. Енді өнер адамының келіншегі жары болу оңай нәрсе емес қой, түзде жүресіздер, көбінесе сіздер. Оңай емес, соның ішінде еркесіміз біз негізі өнердің ішінде енді халық көп біле бермейді ғой, енді кәдімгідей. Білмеймін, өзі біздің Маңғыстаудың менталитетінде де бар негізі. Сондай бір әңгімелер көріп өстік. Сол себепті қатты болдым ғой. Қазір адам өсе-өсе жұмыс арады ғой. Соның барлығына төзді, шүкір. Ей, жаным мен. Мынау өзімнің кішігірім студиям. Студиям болғанда бұл жерде көбіне дауыс жазамын. Өзімнің әндерімнің дауысты арнайы студияға барып жүрмеймін, осы жерде жаза беремін. Өзіме ыңғайлы қылып жасап алдым. Сол дауыс жазу ғана алынған. Себебі ана кейбір сәттері болады, түнде ән айтқың келіп тұратын болады ғой, бір ән айтқың келіп тұрады. Шабыттанып. Сол кезде келе қоясың да, айта қоясың қосып. Ал арнайы студияға барсаң кейде жаңағы шабытың келмей тұрады, немесе тамағың ауырып тұрады деген сияқты ойдағыдай шықпай қалып жатады. Бұл жерде қанша жазғың келеді, даусың сонша жазып, өзіңнің көңілің шыққанша жазуға болады. Сол себепті осындай өзіме жасап қойған болатын студия. Бұл клавиштер енді арасында ән шығарам, көбіне негізі гитарамен шығарам әнді. Өзіңіз ән, сөз қайсына жақынсыз? Әнге жақынмын негізі. Біз бұрынғы Арай тобының әндерінің біразы менің жеке өзімнің әндерім. Қазір де өз әндерімді орындаймын көбіне. Қасыңыздағы жігіт әріптесіңіз қазір қайда? Көп болды көрмегелі. Көрген кезде сәлемімізді, бауырымыз, доспыз әлі күнге дейін. Көрсек кәдімгі көзге ыстық. Енді 12 жылдай бірге жүрдік, бәрібір жақын бауырым ғой. Бірақ енді қазір екеуміздің жұмысымыз екі жаққа кеткеннен кейін әркім өзінің жұмысымен жүр, уақыт болмайды, шынымды айтсам, хабарласатын, не істейтін. Бәрібір сіз өнерге келген кезде, сахнаға шыққан кезде Арай тобы болып шықтыңыздар ғой, сізді солай қабылдады. Қазір енді Аллаға шүкір өзіңіз жеке әншісіз, өзіңіздің шығармашылығыңыз бар дегендей. Бірақ қалай да болса, енді бәрібір айнала сол кішкене басқаша әңгімеге жақын болады да, екеуі неге екі жаққа кетті, ұрыс-керіс болды ма, бір нәрсе бөлісе алмады ма деген сияқты. Соған бір нақты нүкте қойсаңыз, себебі әлі күнге дейін екі түрлі ой айтылып жатады. Топтың не үшін бөлінгенін айта алмаймын, өкінішке орай, не үшін болғанын. Бірақ айтылатын, енді әркімнің өзінің шындығы бар. Бірақ енді менің тарапымнан мен енді бөлінеді деп ойлаған жоқпын. Мен тіпті бір дұға қылғанда міндетті түрде дұғама қосып отыратын едім. Мына өмірде медетпен бірге болып ән айтып, ана өмірде ән айтуға болатын болса, сол өмірде де бірге ән айтсақ екен, тыңдарманымыз болса екен деп. Соншалықты жақын дос болдыңыздар ма? Сөйтіп дұға қылатын, Арай тобымен қатты дәрежет жететінмін да. Сол жаңағы мен жеткізем, бүйтем, сөйтем деп жаңағы. Енді әндерін өзім жаздым, өзім айналыстым, переговорда өзім жүремін, бұл айтқан кезде как кішігірім продюсер болдым ғой группаның. Қатты дәрежет жетті. Мен де осындай болып қалып, бірақ өкінбеймін, Аллаға шүкір, қазір жақсы. Шүкір. Ол кісі шығармашылықта ма, жоқ па? Шығармашылықта медет бауырымыз. Сақатты көрінбейді. Енді ода кішкене перерыв болды, бірақ бір жерлерден естіп қалдым, көріп қалдым өзімнің несінен, жаңа тиктоктан. Бұйыртса кіріскелі жатырмын деп жатыр, бұйыртса кірісетін шығар. Мықты әнші ғой, мықты әнші. Сол
Жыл сайын әйтеуір хит әндеріңіз шығып жатады. Сіздің жаңа белсенді екеніңізді жұмысыңыздан байқауға болады. Соңғы кездерде жиі жаңа әндеріңіз шыға бастады. Одан кейін бұрынғы ескі әндерді де өңдеп, кішкене аранжировкасын өзгертіп, қасыңызда айтатын қыздарды қосып деген сияқты сондай дүниелер пайда болып жатыр да. Ол да осы жерде отырып сондай бір идеялар келе ма, жоқ әлде тағы да оны зерттейсіз ба? Қазір халықтың сұранысында не тыңдағысы келеді, не көргісі келеді, анализ жасайсыз ба? Бәрін зерттейсің ғой. Бәрін зерттеп келдік қой. Қазір не тыңдап жатыр, қай платформа арқылы кетіп жатыр, неге ондай ән тыңдап жатыр деген секілді. Қандай ноталар болу керек, буындар қандай, тақырып қандай деген сияқты. Кім шығып жатыр, қандай стиль, бағыт, барлығын зерттеп келіп шығады ғой ән. Сонымен енді жеке кеткеннен кейін мен өзім ойлаймын, ең бірінші Жанар Хамитова марқұм досыммен күннен күнге деген ән шыққан болатын. Машинада келе жатырып шығарған беттен жаңа әкеме звондап мынандай ән шықты, тыңдап көрші деп айтып бердім. Ол ұнап тұрмаған ерекше сияқты. Сөйтіп шықты ән. Жанармен шыққан екі ән жаздық, екеуі де әдемі болды ғой. Мынау біздің жаңа айтқан кухнямыз, кішігірім. Жаңа кухня студия деп айтама. Сонда есік қоршаған жоқпыз, жапқан жоқпыз, арнайы ашық қойдық. Не үшін екенін манағы айтқандай ғой сол. Иә, осы жерде қаншалықты көп уақыт өткізесіз? Себебі кейде әріптестеріңіз айтып жатады, көбінесе тойға барамыз, сыртта жүреміз, үйде тамақтанатындай уақыт болмайды деп. Жоқ, тамақтанамыз үйде. Бір тамақ болады ғой үйден обязательно. Тырысамыз. Таңертең болсын, обедте болсын. Нағыз болмаса түн бар деген сияқты. Бір отыруға тырысамыз, енді үйдің дастарханы болғаннан кейін. Шама келгенше негізі үйден жеуге тырысамын, жаңа әріптестеріме де қосыламын, сонда болып қалады рас. Тамақ талғамайсыз ба? Талғаймын. Жуа жемеймін, піскен жуа. Морковь жемеймін, піскен морковь жемеймін. Бөлмеймін, жей алмаймын бала күннен. Сосын сүт іше алмайды дедім, қазір саумал ішіп үйреніп жүрмін. Сізбен енді араласып, былай сөйлесіп, әңгімелесіп, сырласып жүргенімізге біраз уақыт болды ғой. Әрине. Сондықтан сіздің бір ауыз сөзіңіз отбасымды көрсеткім келмейді, жеке өмір болып қала берсін деген нәрсеңізді қабылдадық. Оны құрметпен қараймын. Рахмет. Бүгін енді жарыңызды, бала шағаңызды көре алмасақ та, әйтеуір аман екендігін білсек, соның өзі жеткілікті. Бүгін енді бізді шаңырағыңызға шақырып, осындай жүрек жарды лебізіңізді айтып, жылы-жылы естелікпен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Шаңырақтарыңыздан ешқашан қуаныш шаттық кетпесін. Рахмет сізге. Жақсылықты жүздесіп тұрайық. Сізді жақсы көретін тыңдарман, көрермен жетерлік, Аллаға шүкір, керемет әндеріңізбен бізді қуантып жүре беріңіз. Рахмет сізге де рахмет, келіп өйстіп, менің жаңалықтарымен бөлісіп, бірге болып, ойларыңызда жүргенімізге қуанамыз біздер шыны керек. Анна, өзіңізді қатты құрметтеймін, білесіздер. Бұл бағдарламаға да көзқарасым ерекше. Мен жігіттер хабарласқанда айтқам, мен қарап отырам, ылғи да ұнайды. Ютубта қазір таңдап қарайтын заман болып кетті ғой, бұрын бергенін қарайтын едік, таңдап қараймыз. Соны таңдаудың ішінде бар деген мағынада, значит, тамаша бағдарлама екеніне ешқандай күмән жоқ қой. Тек алға сіздерге творчестволық табыс, рахмет жандарым келгендеріңізге. Енді камераны түсіндіріп өзіміз ол шай ішейік. Рахмет үлкен.